Армысыздар құрметті текті де батыр қазақ жұрты. Бүгін біз арнайы Ілияс Жансүгіровтің поэмасы қазақ әдебиетіндегі терең мағыналы, көркем тілімен ерекшеленетін туынды, ұлт құндылықтары мен рухани байлықтарды жырлайтын күйші поэмасын талдайтын боламыз. Халқымыздың құт береке дарыған, ежелден ақындық, батырлық, даналық мекені Жетісу өлкесінің перзенті Ілияс көкірегіне жас күннен бастап ән мен жырдың, өлең мен күйдің не бір асыл нұсқалары ұялаған. Күйші поэмасын тудыруы ақын шығармашылығындағы шұғылалы сәттердің бірі деп толық айтар еді. Поэма салған жерден буырқанған теңіз толқынындай өз құшағына тартып ала жөнеледі. Арқадан көшіп, Алатауға беттеген Кене ханның ордасынан бірақ шығамыз. Қазақтың арыстаны атанған Абылайдың ұрпағын сыйлаған қалың жұрт той қылады. Осындай тойға хан ордасында Сары Үйсін руынан шыққан бір жігіт келеді. Жалғыз шешесі бар, кедей, ерулікке берер малы, сыйлар дүниесі жоқ. Оның ешкім атында айтпайды. Күйші дейді. Оның малы, дәулеті, байлығы күй, тіпті азан айтып қойған ныспысы да ұмытылып, күйші атанған. Киелі өнер иесі күйшіге хан Кененің қарындасы Қарашаш көзі түсіп, көңілі кеткен соң күйшіні басы бүтін сұрап алады. Поэманың негізгі арқауы Қарашаш пен күйші арасындағы терең психологиялық тартысқа құрылған. Ақын қарадан шыққан жігіт сапақ бізді басынды деп хан Кененің әскерін аяғынан тік тұрғызған Қарашаш әрекеттерін ел басына түскен зобалаң, жұртқа келген үлкен кесапат ретінде суреттейді. Бозбаланың болымсыз бір қылығы үшін күллі елді қынадай қырып тастағалы отырған ханзадаға Кене қой демейді, өлтірікке бөрі ырық береді, арыстан тісі ақсиып, сырттан барлап отырады. Үйсін, дулат сапақтың бет аузын аластап, Қарашаш алдына алып келеді. Қазір жалғыз ұлының басын кесіп алғанда, көк құлап, жер жарылардай әлім құлтыр. Қарашаш, қайтейін қылышымды қандап соған, көбіне қидым, деп сапақты өлтірмейді. Осы оқиғаны бастан аяқ көзімен көрген күйшінің ішкі әлемінде орасан зор өзгеріс, жаңа жігерлі серпін пайда болады. Осы оқиғаны бастан аяқ көзімен көрген күйшінің ішкі әлемінде орасан зор өзгеріс, жаңа жігерлі серпін пайда болады. Қазақ даласында жібін үзбей, осы күнге дейін келе жатқан ұлы өнерлердің бірі ол күйшілік. Мына өмірде сөз өтірік айтылуы мүмкін, өлең өтірік жазылуы мүмкін, бірақ әуен өтірік айтылмайды, күй алдай алмайды.